кәсіпкер Алматы қаласының тумасы. Бүгінгі осы көріністі сіздерге тарту етіп, халқыма еліме тартам, өзбек елі атамызды танытам деп мінекей үлкен жұмыс істеп жатқан жас кәсіпкер балаларыңыз, бауырларыңыз осы жерде мінекей өз қалтасынан қаражатын шығарып, бүкіл осы жобаға бүкіл бизнесін салып, ортаға рұқсат болса шақырып берейік. Қайрат Кенжебекұлы. Қошеметер қатты. Алматы қаласының тумасы Қайрат Кенжебекұлы. Үлкен рахмет сіздерге. Алғашқы қош келдіңіз. Өнерді қолдап, анасын міне елім білсін, менен кейін ұрпақ білсін деген ниетпен осындай үлкен жобаны қолға алып отыр. Сізге үлкен рахмет. Бізге сенім артқаныңызға рахмет. Театрға сенім артқаныңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мен осы сахнада болған тарихта осыдан 8 ай бұрын Санжар Керімбай ағамыздың Мәдени майдан кітабын оқығаннан кейін өзбек әлі атамызға деген махаббатым оянып, осы жұмысты 8 ай бұрын бастаған болатынбыз. Біздің мақсатымыз қазіргі жастардың рухын оятып, өзбек әлі атамызды бүкіл алты алашқа дәріптеп, соның ізін қуатын жас балалар, қыздарды тәрбиелеу. Егерде жүректеріңізде қандай да бір рухани от пайда болған болса, біз өзіміздің мақсатымызға жеттік деп білемін. Ақтау қаласының тұрғындары, Алла қаласа, осындай сіздердей көрермендеріміз барда, біз Алаштың ардақтыларының барлығына осындай үлкен спектакль қою жоспарымызда бар. Баршаларыңызға күтеміз. Құрметті қарт кәсіби, қасиетті Ақтау қаласы, мыңда бір алғыс сіздерге. Біздің келесі аялдама Жаңа Өзен қаласы. Мәдени майдан өз жалғасын таба бермек. Көп рахмет, Ақтау! Бізде Жаңа Өзеннен ары қарай Қызылорда